Жын дегеніміз не? Жалпы жындар әлемі дегеніміз не? Бисмилля. Жалпы жын деген мағынаға келетін болсақ, көп адамдар оны көрмегендіктен кейбіреулер сенеді, кейбіреулер сенбейді. Жын деген мағына бұл жасырылған, көрінбейтін деген мағынаны білдіреді. Бірінші мағынасы. Енді Алла тағала бізге Құран-ы Кәрімде және де пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде жындар жайлы анық ашық қып түсіндіріп кеткен. Алла тағала Құран-ы Кәрімде жындарды оттың жалынынан жараттық десе, хадистерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін жеткізген Айша анамыз айтады, періштелер нұрдан жаратылған, адамдар топырақтан жаратылған, және де жындар сіздерге хабар келгендей оттан жаратылған деп айтады. Енді көп адамдар айтады, адам баласы топырақтан жаратылды, жын оттан жаратылды дейді. Мысалы біз топырақтан жаратылғанымызда, бірақ бізде топырақ көрінбейді, бірақ топырақтың негізі бар. Расымен де. Ал сол секілді жындарды оттың жалынынан жаратылған, ол біздерге көрінбейтін бір тылсым әлем. Олар да біз секілді өмір сүреді, біз секілді тамақ жейді, біз секілді көбейеді, бала шағалары бар, біз секілді халал мен харамды ажыратады, оларда да сынақтары бар. Бірақ олардың бізден өзгешеліктері бар екен. Енді соған тоқталатын болсақ, біз адам баласы оларды көрмесек, олар бізді көреді екен. Өйткені Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады, ол және оның серіктестері сендерді бүйтіп айтады, сендерді және сендер оларды көре алмайтын жерден сендерді көреді дейді. Олар бізді көреді. Олар бізбен бірге өмір сүреді. Олар біздің қасымызда жүреді, бірақ біз оларды көрмейміз. Алла тағала солай жасап қойған. Олар ұзақ өмір сүреді. Олар бала шағалары көп. Енді жалпы жындар деген нәрсе былай айтқанда тылсым әлем. Одан кейінгі мәселеге тоқтайтын болсақ, олар мекендері қай жерде? Олардың мекендері көбінесе шөл дала, монша, дәретхана, лас жерлер. Бізде бұрында айтатын еді ғой, лас жерге барма, күл қоқысты төккен кезде күлді баспа, кір суды жолға төкпе деп айтатын. Бұның барлығы неден алынған? Өйткені қай жері лас, сол жерде жындар жүреді. Олар сондай жерлер мекендейді. Бірақ жындарды және шайтандарды біз қалай ажыратамыз? Жындар бұлар иман келтіргендер болып келеді. Және де иман келтірмегендер болып келеді екен. Мәселен, былай қарасаңыз, егер бір жын Аллаға иман келтірмей, шариғат жолын ұстанбай, бұзықшылыққа салынып кетсе, ол шайтанның әскері екен. Ал егер Алла тағаланы мойындап, Алла тағаланың тура жолына түсетін болса, онда ол мұсылман жын болып келеді. Мұсылман жындар болады. Бірде пайғамбар алейхиссалату вассалам сахабаларына айтады, сендермен бірге қосалқы жүретін жындардан болған серіктестерім бар деп айтады. Сонда сахабалар айтады, я Алланың елшісі, сізбен де жүре ме жын деп айтқанда? Әрине, бірақ Алла тағала оны және оның жамандығынан мені сақтап қойған, ол маған тек жақсылықта көмектеседі деп айтады. Қараңыз. Сізбенен біздің айналамызда жүрген жындар бар. Егер адам баласы бұзық іске барып жатса, Алла тағаланың харамнан тыйылмаса, жамандыққа барып жататын болса, онымен бірге жаман жын жүреді. Егер адам баласы ізгілікте жүретін болса, Алла тағаланың бұйырған нәрсесін орындап, тыйған нәрсесінен тыйылатын болса, онымен бірге жақсы жын жүреді. Бұлай элементарлы түрде алайықшы. Бұлай мысалы біздің жақсы досымыз бар, жаман досымыз бар деген секілді. Бұл да сондай. Сонда әрбір адамның қасында жын жүреді. Бірақ адам абайлау керек бір істі таңдайтын кезде. Өйткені ол көмектесіп жібереді. Өйткені қарасаңыз жынның жылдамдығы да мықты. Ол өте жылдам қозғалады. Білесіздер, Сүлеймен алейхиссалам кезінде ифрит деген жын болған. Сол айтады Сүлеймен алейхиссаламға, Емен жақта Балқис деген патшайымның тағын сен орнынан тұрмастан бұрын мен саған әкеп бере алам дейді. Ойлаңыз, Сүлеймен алейхиссалам Иерусалимде отыр. Мысалы, Емен ол басқа жақта, Шам өлкелері ғой. Сол жақта, сол жердегі Балқис деген патшайымның тағын саған дейді, сен орнынан тұрмастан бұрын әкеп бере алам дейді. Сондай жылдамдықта жүреді. Жын кейде, мысалы, қараңыздаршы, біз қанды жемейміз, қанды жемейміз. Неге? Өйткені бұл шайтан мен жынның жүретін орны екен. Қан жын деп жатыр. Мысалы, лас нәрсе, өйткені Алла тағала бізге жеуді харам етіп қойған, өйткені шайтанның жүретін жолы екен. Өйткені оған дәлел келтіретін болсақ, пайғамбар алейхиссалату вассалам бір күн айтады, сендер ашулансаңдар дейді, дәрет алыңдар дейді. Өйткені ашу шайтаннан дейді. Ашу бұл қанмен келеді. Айтады ғой, қан қызуым көтеріліп кетті дейді.
бұның бәріне жын мен шайтан әсер етеді. Жаман жындар мен шайтандар. Сол кезде қан қызу көтерілгенде пайғамбар саллаллаху не деп айтып жатыр? Дәрет алыңдар дейді. Өйткені шайтан оттан жаратылған дейді. Ал отты өшіретін ол су деп айтады. Бұдан алатын нәрсе мінекей, жынның біздің айналамыз өмір сүретіндігі. Олар да көбейеді, айтып жатырмыз, мысалы пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадисі бар. Адам баласы ұрпағы көбейген секілді, олар да көбейеді, бірақ олардың саны өте көп дейді. Олар да тамақ жейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күні сахабалар Хира деген үңгір бар. Хира деген үңгір жаққа келген кезде сахабалар сұрайды: "Я Алла, сіз қайда жоқ болып кеттіңіз?" дейді. Сөз айтады: "Жындардың бір қолбасшысы келді маған" дейді. "Мен еріп алып кетті" дейді. Сол кезде мен олардың іздерін көрдім дейді. Одан кейін барып менен сұрады дейді: "Біздің тамағымыз қандай?" деп айтты деген кезде мен айттым дейді: "Сендердің тамақтарын әрбір сүйекте бисмилля деп жазылса, сендердің тамақтарын" деп айтты дейді. Содан кейін барып тезекті айтты дейді. Сол үшін бізге шариғатта осы екі нәрсені пайдалануға болмайды. Дәретханада сүйек пен тезекті. Өйткені ол жындардың тамағы. Көрерменіміз бар екен. Сұрағын тыңдап алсақ. Сәлеметсіз бе? Сізді тыңдап тұрмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Сәлеметсіз, мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. 6 жасар балаға жын кремі кірсе, қандай көмек беруге болады? Сұрағыңыз түсінікті. 6 жасар балаға жын кремі кірсе. Енді қараңыздар, бізге бұрында ата-анамыз айтатын еді, екі кештің ортасында ойнама деп. Екі кештің ортасында ойнама дейді. Жындардың көп таралатын уақыты кеш уақыт екен. Өйткені біз айтады, жын ойнақ кезде не алып жүрсін деп. Бұл кеш, таң адамның өмір сүретін уақыт. Тіршілік жасайсыз, түнде демаласыз. Ал жындар кешке таман таралады екен да. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан да бір керемет хадисі бар. Егер кеш батып атқан кезде, мына шам уақыты ғой, шам уақыты, құптаннан алдын кеш батайын деп атқан кезде, балаларыңды құшақтап алыңдар деп айтады. Өйткені зиян келу мүмкін дейді да жындардан. Бізде кейбір ата-аналар болады, жаңағы балаларын екі кештің ортасына жібере салады түнде. Яғни жындар әсіресе жас балаларға, әйелдерге көп тиісу мүмкін. 6 жасар балаға жын кіруі мүмкін. Мүмкін. Өйткені тиісіп кетуде мүмкін. Өйткені ғалымдар бұл жерде таласады, пікір таласады. Таласады, пікір айтады. Біреулер кіреді дейді, біреулер соғып кетеді дейді. Жын соғу деп айтады. Мысалы болады ғой, жын соғу мен жын кірудің айырмашылығы қандай сонда? Мысалы кірген кезде ол іштей сөйлеуі дейді. Мысалы айтады ғой, шайтанның, жынның өзінің бір тұла бейнесі жоқ екен де, денесі жоқ екен. Ғалымдар екі пікірге бөлінеді, көбісі айтады, оның денесі жоқ дейді. Адамдарға ену арқылы адамды не бұзықшылыққа апару мүмкін дейді. Ол бұзық жындар. Сол кезде мына баланы жаңағы нелерге, лас жерлерге, болмаса екі кештің ортасында жаман жерлерге жібермеу керек түннің ортасында. Мен бір оқиға айтайын, болған оқиға. Бір кішкентай бала медресе оқуға барады. Сөйтіп, мұғалімдер айтады, мына медресенің ар жағында бір бұзылған ғимарат бар дейді. Бұл жерге бармаңдар деп айтады. Енді бала ғой. Балалар ойнап жүріп, сол бұзық ғимаратқа кіріп кеткен кезде бір қатты дауыс естіліп, балалар шошып шығады. Сөйтіп, жаңағы түк білмейтін балаға жын кіріп кеткен ғой. Ана бала арабша сөйлеп жатыр. Құранның бірнеше аяттарын оқып жатыр. Сөйтіп, бір мықты білімді ғалым кісі көріп, мына баланы үйіне жіберіңдер деп айтады. Медресе келген болса, баланы үйіне жіберіңдер, өйткені мына балада көшіп, қонып жүрген, білім алып жүрген жындар бар деп айтады. Сөйтіп, ана баланы еліне жібереді. Бір айдан кейін қайтып келсе, ана бала бұрынғы қалпына түскен, ештеңе білмейді. Бұрынғыдай жаңа сүрелерді білмейді. Сөйтсе, жаңағындай білімді жын кіріп кеткен ғой енді. Білімді деп айтады, кейбіреулер білімсіз деп айтады. Сөзде қарасаңыз, баланы абайлау керек. Кейде байқаймыз, әйел кісілер түнде көп жүреді. Енді түсінеміз, жұмыспен жүреді, жұмыс бабымен жүреді. Бірақ сонда да мүмкіншілік барда бірнеше әйел болып жүрген дұрыс болады. Біреулер болады, жай уақытта түнде жүреді, абайлау керек. Сол үшін жын деген нәрсе, бұл айтқанда қазіргі адамдар мынандай ғой, әлсіз жаратылыстарға тиіседі ғой бір. Мысалы, балалар дұрыс соғып кетіп жатыр, әйел кісілерге әлімжеттік жасап жатыр. Жындар да сондай бұзық жындар. Жаңағы кішкентай балалар мен әлсіз әйелдерге тиісуі мүмкін. Сол үшін баламызға біз не үйретуіміз керек? Бисмилляны, аятул курсиді, фатиханы, сыртқа шығатын кезде дұғаларды, жай дәретхананың өзіне кіргенде дұға оқимыз, соларды үйрету керек. Енді оның жолы Құран оқып емдеуге болады. Таза жүру дейсіз ғой. Иә, таза жүру. Құдірет аға, енді
жалпы бастырылу деген дүние бар. Жалпы ұйықтағанда, түнде ұйықтағанда бастырылып қалам деп жатады. Осы бастырылудың жынмен байланысы болуы мүмкін бе, қалай ойлайсыз? Енді біз дін маманы ұстаздарымыз айтып жатыр ғой, бірақ жалпы біз өзіміз білетінімізді айтайық. Жалпы түнде бастырылып қалу жаңағы жынға қатысы жоқ деп келеді көп жерлерде. Негізінде бұл қатты шаршаудан, дұрыс жатпаудан, енді біз жататын кезде шынды айтқанда бәрібір де пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай дұғамен жату керек, оң иықпен жату керек, дәретпен жату керек деген сияқты, уақытында ұйықтау керек. Біз мысалы үйге келеміз, міндетті түрде телефон қасында жатады, я болмаса резеттің қасында жатасың ғой. Телефоннан не бір түрлі нәрсені көресің де миың бүкіл информацияға толды. И сол телефон көріп жатып, сол позада ұйықтап қаласың ғой. Мен сөйтіп ұйықтап қалған болуым керек. Соны түнімен қиналып шықтым, азында отырсам қолым ауырып тұрды. Осыны ойладым, мен ұстазбен сөйлесіп, кейіннен қарасам негізінде шаршаудан екен. Осы орайда бізге телефон шалған көрерменіміз бар. Сұрағын тыңдап алсақ. Менің сұрақ қойайын дегенім жындар туады деп отыр. Сол сияқты оларды өлмеген сол туралы білейінші деген. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның дұғасы бар. Сол кезде айтады, я Аллахым, сен өлмейсің, сен мәңгілік тірісің, адамдар мен жындар өледі дейді. Адамдар мен жындар өледі, өйткені Рахман сүресінде бір керемет аят бар. Жер бетінде бүкіл нәрсе өледі, жоқ болады, тек Алланың өзі қалады дейді. Алланың бастауы жоқ, соны жоқ, Аллах Тағала мәңгілік тірі. Қалған жаратылыстардың бәрі өледі, жындар өледі. Өйткені олардың да бастауы бар, соны бар, сол секілді олар өледі. Пайғамбар саллаллаху осы хадисінен білуге болады. Жалпы жындар адамға не үшін кіреді? Жындардың басты мақсаты, миссиясы қандай? Жалпы жындарды бағана айтып өттім ғой, шайтанға жақын жындар бар. Бұзғыншылыққа апаратын, жамандыққа апаратын. Енді шайтаннан бастасақ, Адам алейхиссаламды Алла Тағала топырақтан жаратқан кезде, білеміз бәріміз, бүкіл періштелер тағзым қылды, құрмет жасады. Бірақ ібіліс шайтан құлшылық жасамайым деді. Және де Адам алейхиссаламға құрмет жасамайым деді. Алла Тағала сол тәкаппарлық үшін шығарып жіберді. Негізі шайтанның басты міндеті адам баласын тура жолдан тайдыру. Өйткені Алла Тағала жаңағы одан сұрады ғой, сен не қалайсың дегенде, өмірімнің кешіктірілуі деді қияметке дейін. Және де мен бүкіл құлдарымды адастырамын дейді, ішіндегі ықыластыларынан басқа дейді. Дінге ықыласты, Алланы мойындайтын, Алланы жақсы көретін, пайғамбар жақсы көретін құлды адастырамайды шайтан. Бірақ шайтан әлсіз жаратылыстарды, Алла Тағаланың жолына ермеген, Құрандың ішіндегі бір аятты мойындамаған, Алла Тағала серік қосатындарды тура жолдан тайдырады. Негізгі мақсаты шайтанның адам баласына Аллаға серік қостыру, тәкаппар қылу, және де қылмыстарды көп жасату. Мәселен, Алла Құран-ы Кәрімде айтады ғой, шайтан арақ арқылы, құмар ойын арқылы сендердің араларында дұшпандық салғысы келеді дейді. Шайтанның басты міндеті. Тура жолдан тайдыру. Тайдыру. Ең бірінші мақсат сол. Шайтанның мақсаты сол. Оған жаңағына жындар қосылады, бұзық жындар. Өйткені Құран-ы Кәрімде айтады ғой, жындар мен адамдардан болған шайтандар деп келеді Құранда. Біз айтамыз, көрінбейтін шайтан бар, көрінетін шайтан бар деп. Көрінетін шайтан деген не деген кезде, мысалы, қылмысқа шақырады, зорлық-зомбылыққа шақырады, харам нәрсеге шақырады. Ал көрінбейтін шайтан ол негізгі шайтандар мен жындар сыбырлайды. Жаңағындай, наны жасай сал, біреудің ала жібін аттай сал деген сияқты. Сәлеметсіз бе? Мен сізге сұрағым, мен аяғым ауыр. Бірінші балам мені қайтқан, содан кейін 3 жылдан кейін көтеріп отырмын. Сол қорқыныш болып жүрді. Мен енді қалай аман есен дүниеге келу үшін жұмыстағы адамдардан қорқамын, тіл көзден, барлығы таңғалып қарайды, сұрайды. Содан қорқыныш қандай құрандар оқуға болады, соны сізден сұрайын дегенім. Бірінші балам қайтқаннан кейін өте қорқып. Жалпы мұсылман адам ең бірінші қаруы ол керемет дұға бар, Алладан басқа күш құдірет жоқ. Және де бұл кісіге айтатын, Фатиханы 7 рет оқысын, Аятул Курсиді 1 рет оқысын, Ихлас және де Фалақ Нас сүрелерін 3-3-тен оқып жүрсін. Расымен де көз тию бар. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқан, көз тию ақиқат деген. Өйткені мысалы мынандай бір жағдай болған, бір сахабаның көрікті екенін көрген ғой. Аттарын ұмытып отырмын. Сол кезде ана кісі дәрет алып отқан. Екінші сахаба қарайды, мынау не деген көркем жаратылыс дегенде дәрет алып отқан жерінен талып қалады. Ол нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жетеді.
Пайғамбар саллаллаху жеткен кезде сендер бауырларыңды өлтіре алмай жүрсіңдер ма деп айтады. Сосын айтады, егер сендерді бір адамнан таңғалдыратын нәрсе көрсеңдер дейді. Яғни сізді бір нәрсе таңғалдырып тұрса, ұнап тұрса, береке тілеңдер дейді. Бізде қазақта бәрекелді дейміз ғой, арабша баракалла дейді. Яғни береке тілеңіздер дейді. Яғни бұл кісіге айтатын нәрсем, самовнушение деген нәрсе бар ғой, адам қорқақтық, оны нәрсеге сендірмесін. Өзін мықты ұстасын, құдіретті Раббым бар, көмектеседі. Өйткені бұл баланы сыйлаушы да менің Раббым, күш құдіреттің иесі де менің Раббым, Алла тағала күш қуат берсін деп күнде дұға қылсын. Өйткені көптеген дұғалар кітабы бар, соны сатып алсын. Мешіттің айналасында дүкендерде сатылады, арнайы дұғалар бар, көз тиюден сақтайтын. Бірақ көз тиюден сақтайтын бізге Фатиха, Аятул Курси білетін кісілерге, яғни осыны ғана жаттай алам деген кісілерге осы сүрелерде жеткілікті. Иншалла. Сол жаңағы қорықпасын, Алла тағаладан күш қуат сұрасын, иншалла. Алла тағала жәрдемдеседі. Біз жаңа қорқақтығымыздан, өз-өзімізді басынуымыздан сондай нәрселерге душар болып қаламыз. Адам өзі іштей мықты болу керек. Дұғаны оқығаннан кейін сол нәрсеге сену керек. Осы дұға көмектеседі. Сәлеметсіз бе? Сізді тыңдап тұрмыз. Жиенім бар еді, мына қыз бала өзі. Сол қыз бала мысалы ауыр жүрді қазір. Түсінбедік, анда бардық, мұнда бардық, бармаған жеріміз қалмады. Соны енді қалай емдеуге болатын да, қазір біздер дейтін Инстаграмнан бір кісіні тауып отырық, Аманғали Қажыров деген кісі. Сол емнің жолдарын, соларын айтып өтсеңіздер қалай болады? Аурудың қандай белгілері бар? Ол кісіде. Жаңағы жиеніңізде аурудың қандай белгілері бар? Аурудың белгілері өзімен өзі күледі, түнімен ұйықтамайды. Вообще адам қарапайым қыз балаға вообще несі жоқ, талпынысы жоқ. Өзі тым жақсы оқуын бітірді, қызылға бітірді, жұмысына орналасты. Тіпті теміржол саласында старший мамандығын алды өзі жастайынан. Соны енді мамасы сан жақты ойып, сан жаққа жүгіріп жатыр да. То көздейді дейді, то біреу дуалап тастап дейді. Сол енді бір сұрағым тек қана емін айтып жіберсеңіздер ол. Сұрағыңыз түсінікті? Анау мынандай нәрсе бар. Бір дос баламызбен қажылықта жүрміз де, қажылықта. Ол кісіде сол белгілер бар етін. Сол уайымдап жүретін, ол білет бар екен. Өзі дұға қылып, Алладан сұрады. Өзі көзім жарқ ете қалды дейді. Көзім ашылып қалды дейді. Бір түйнек шешілгенде дейді. Содан жаңағы дуалаған ба, жаңағы шын соққан ба, кірген ба, біз анығын білмейміз, бірақ содан жақсарып кетті. Бұл кісілерге айтатын нәрсем, көмектесетін бірінші нәрсе дұға. Өйткені мына біздің айналамызда жүрген туысқандарымызға өсиет ететін нәрсе бірінші ғибадат қой, құлшылық, одан кейін дұға, одан кейін тахаджуд намазы, түнгі намазға тұрсын. Өйткені қаншама керемет дұғалар бар, Алла тағала бәрін қабыл етуші. Әлсіздік бізден. Біз бір-екі рет жасауымыз мүмкін, бірнеше рет жасауымыз мүмкін, тоқтатпауымыз керек, дұға жасауымыз керек. Өйткені құдіретті күшті Алла тағала көмектеседі. Ол практикада бар нәрсе. Үшіншіден Ясин сүресін, Бақара сүресін көп оқысын. Бізде көп жамағаттарға айтамын, сіздер кеп мешітке тегін Құранға түсіп алмайсыздар ма? Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқан, қандай үйде Бақара сүресі оқылса, жын шайтан жоқ болып кетеді дейді. Жын шайтан жоқ болып кетеді дейді. Яғни біз ерінбестен Бақара сүресін күнде оқып, Ясин сүресін күнде оқып, сондай енді қиын жағдайға душар болып қалған бауырымызға, қарындасымызға, ағамызға, әпкемізге көмектесек, оның нәтижесі болады. Апарғанда дұрыс болады, жүгінгенде дұрыс болады мықты мамандарға. Бірақ өзімізде көмектесе алады екенбіз, егер біз осы дұғамызды, оқитын Құранымызды тоқтатпасақ. Мен мысалы осындай жағдайға душар болып қалған кісілерге айтарым, отбасыларға айтарым, Құранға түсіп алыңыздар. Құранды түгел оқып, уақыт бөліп, 1-2 сағат бөліп, Бақара сүресін, Ясин сүресін тоқтатпай күнде оқыңыз, Алла тағала нәтижесін береді. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракат. Уағалейкумассалам. Мен қоятын сұрағым былай болып тұрды. Менің қызым интернетті көп көреді. Бірақ мен анасы болғандықтан оған алаңдаймын және қорқып жүрмін да, шын шайтан кіріп кетті ма деп. Мен айтқандарын тыңдамайды, сондықтан да соны білгім келеді. Осы сұраққа тағы бір сұрақ қоса кетейін. Жалпы жын кіргенді қалай ажыратамыз? Яғни қандай белгілері болады жын кірудің? Айқын белгілері қалай ажыратамыз? Жаңағы шектен тыс көп күлу. Сіз әңгіме айтып жатқан кезде
ол жаңағындай діни әңгіме айтып жатқан кезде күледі. Одан кейін барып Құран оқыған кезде ашулану. Шектен тыс ашулану. Одан кейін адам баласы өзі Құран оқитын кезде, ғибадатқа бір тұрайын деп жатқан кезде ішінің де бір құбылыстардың болуы. Одан кейін бастың өте қатты ауруы. Шектен тыс өте қатты ауруы. Сондай нәрселерді білген кезде адам баласы сол нәрсенің несін алу керек, алдын алу керек. Қыз балаға ер жын кіруі немесе ер адамға ұрғашы жынның кіруі жайында айтса, ол рас па дейді? Иә, ол кіруі рас. Қазір бір жыныстылардың үйленуі, бір жыныстылардың бірге жүруінің өзі содан белгісі. Әйел адамға еркек жын кіріп кетуі мүмкін. Өйткені ғалымдар айтады, жындар адамдарға көбірек ғашық болады дейді. Сол үшін ер адам әйел жынға кіріп кетсе, ол солай ғашық болады да әйел адамға. Ал ер адамға әйел жын кіріп кетсе, ерге ғашық болады. Сол үшін бұл нәрседе абайлау керек. Өйткені бұлар таңдамайды, жыныс таңдамайды жындар. Сол үшін тиісіп кетуі де мүмкін, соқып кетуі де мүмкін осыдан. Жалқаулық пен жынның қатысы бар ма деген сұрақ бар екен. Жоқ, жалқаулық ол адам баласындағы бар нәрсе ғой. Ол өйткені пайғамбар алейхиссалату вассаламның дұғасы бар. Я Раббым, сен мені кедейліктен сақта, еріншектіктен сақта, жалқаулықтан сақта дейді. Ол жалқаулық деген нәрсе жынмен байланысы жоқ. Өйткені ол адам баласындағы бар нәрсе, бір нәрсені жасай беріп жалқаулану мүмкін. Одан кейін бір нәрсені жей беріп жалқаулану мүмкін. Ол адам табиғатындағы бар нәрсе бұл. Мен осымен екінші рет адам кейпіндегі жаратылысты 100% анық өз көзіммен көрдім. Екінші рет ол менің інімнің кейпінде көрінді. Мен оған сөйлеген кезде ғайып болды. Бұл мүмкін бе дейді? Мүмкін. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, кім мені түсінде көрсе дейді, ол мені көргені дейді. Мені көргені дейді. Егер басқа нәрсені көрсеңдер дейді, ол шайтан болуы мүмкін деген мағынада келеді. Пайғамбар сасам айтқысы келгені, шайтан менің кейпімде келе алмайды дегені. Бұл хадистен алатынымыз, егер шайтан пайғамбар сасам бейнесіне келе алмаса, басқа адам бейнесіне келе береді. Жалпы шайтандар өзі 3 жерде мекендейді екен. Аспанда ұшып жүреді. Иттің, жыланның бейнесінде жүреді, және де басқа жаратылысының бейнесіне кіріп кете алады. Үшіншісі жылжып жүреді және бір мекенде жүре береді. Сонда 3 типі бар. Түрі бар. Сол үшін былай қарасаңыз, ол бейнелерге кіре алады. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңызды қоя беріңіз. Менің бір сұрағым бар еді, жаңа осы жын туралы айтып жатыр ғой. Інім бар еді науқас. Ол енді бұрыннан ауырады, бір 5-6 жыл болып қалды. Bir компьютер көремін деп, компьютер ойнап, содан кейін осындай болды да. Жаңағыдай күле береді өзімен өзі. Бірақ соңғы кездері осы бір жарты жылдай болды, намазға оқы деп намаз үйретті. Өзінің білгенше 5 мезгіл оқып жүр. Бірақ соңғы кездері сол қатты күлетін болды. Сол намазында тастап кетейін деп бір-екі рет оқымай қойды. Оқы десек оқиды, арасында ұмытып қалады да оқымай қояды. Бірақ күле береді жаңағыдай қатты. Соны біз бір молда іздеп қарастырғанбыз былтырлары. Сөйтсек сондай молда таба алмадық. Соны оқып шығарып тазартатын адамның адресін алуға бола ма? Апайымыз сұрап жатыр, жын кіруді қалай емдейміз, немесе кімге жүгінген дұрыс деп тұр. Бізден Қаскелен өңірінде Данияр деген ұстазымыз бар, емдейді, оқиды. Бізде Алматыда Жасұлан деген ұстазымыз бар, оқиды, осы нәрсемен айналысады. Сол мамандарына берілгені дұрыс. Өйткені білесіздер, әр салада мықты адамдар болады, сонымен айналысатын. Сол адамға жолықсын, өйткені бұл өте бір жаңағындай белгілердің бірі ғой, күле беру, намазды тастау, бұның барлығы жыннан болуы да мүмкін. Өйткені жынның мақсаты, бұзық жынның мақсаты адамға намаз оқытпау. Және де жаңағындай адам жолай алмайтындай бөтен жаңағындай жаман әрекеттер жасатқызу екен. Адам күле берсе, шоши берсе, жаңағындай сөйлескісі келмесе, адам онымен араласқысы келмейді ғой. Жын деген нәрсе сол да, бұзық жын. Сол нәрсеге апартқызады екен. Адамдарды алыстату үшін. Сол үшін, иншалла, бұл кісіге айтатын өзі де дем салсын. Құдірет ағамыз айтты ғой, ата-ананың дұғасы қабыл. Біз кейде біреуге жүгінгеніміз дұрыс, бірақ жаңа алдында айтқанымыздай Құран оқып, Ясин сүресін оқып, күнде дем салсын. Кәдімгідей жалбарынсын, Алла Тағала жеңілдігін береді, иншалла. Мен ұстаздікіне қосып кете салайын. Біз көбінесе мына телефонға бала шағаны кіргізіп қойғанбыз, неге? Өзіміздің жанымыз рахаттану үшін. Тыныш, мен көп жерде айтып жүремін, тоқтатшы мынаны деп ше. Тоқтат. Сен телефонда отырсың, анасы телефонда отыр, бала не істейді? Ол да кіреді, сосын бұл YouTube деген нәрсе кіріп кете береді ары қарап. Контрольге қоймасаң. Баланы барынша аулақ ұстау керек. Бірақ
қазірде мен бауырларым бар, мәміле келтіріп алған баласын. Балам, мен саған осы апта телефон берем 1 сағатқа. Бірақ сен оған дейін мына нәрсені істеуің керек. Сол телефонның ішінде де бар балаң қадағалайтын. Қадағаламасаң, өйткені ана ютубта не бір түрлі ана бабушка бір нәрсе деген ойындар болды ғой жаңа. Түрлі адам қорқады шынымды айтқанда. Сол арқылы кіріп кетуі мүмкін шығар деймін енді, Аллах мәлім. Сәлеметсіз бе? Сізді тыңдап тұрмыз. Қояйын деген сұрағым, менің немерем бар 10 жаста. Түнде тұрып кетеді. Сол балаға Фатиха сүресін, Ықылас сүресін оқуға бола ма? Неліктен тұрып кетеді? Тұрып жүріп кетеді өзі. Негізінде бұл әр балада бар нәрсе. Бұл нәрсені бірте-бірте кеп жойылады. Әрқайсымызда болған тұрып кету. Бізде болды. Ай кезбе деп жатады. Ұйқымнан тұрып түнде. Бұл бар нәрсе. Бұны жаңағыдай Фатиха, Пайғамбар саллаллаху алейхи бізге үйреткен нәрсе, жаңағы Фатиханы оқып, Аятул Курсиді оқып, Ықылас, Фалақ, Насты 3-3-тен оқып, қолға үрлеп, шүш деп ана баланың денесін сипалап шығу керек. Алладан медет сұрап, я Раббым, мына кішкентай балам шығып кетпесін, ұйқысы тыныш болсын деп Алла Тағаладан сұраймыз керек. Өйткені хадис бар ғой, кім Аятул Курсиді оқса дейді, періштелер жаңа қорғауға түседі екен адам баласын. Аятул Курсидің күші. Сонда түнде тұрып өзінен өзі жүріп кету, ол жын кіргеннің белгісі емес. Ол байланыс емес, ол әркімде бар нәрсе. Ел арасында кең тараған домовой деген түсінік бар, немесе үйдің иесі деп жатады. Және осы домовой әрбір үйде болады деген де пікір бар. Жалпы осы домовой мен жынның байланысы бар ма? Жын ғой. Бізде былай қарасаңыз 3 әлем бар. Біліп алайық. Ол періштелер әлемі, жындар әлемі, адамдар әлемі. Бана басында хадис айтып өттім ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи не деді? Сізден бірге өмір сүретін жындар бар дейді. Енді мына нәрсені айтайын. Адам баласы үйге кіретін кезде бисмилланы айту керек. Өйткені мынандай хадис бар, кім үйге бисмиллясыз кірсе, шайтандар айтады екен. Бүгін мына үйде түнеп тамақ жейміз деп айтады екен. Ал кім бисмилляны айтса, бүгін бізге қонатын жерде жоқ, бізге аста жоқ деп айтады екен. Бір бисмилляның қадір қасиеті. Сол үшін әр үйде міндетті түрде жақсы жын болады, жаман жын болады. Мысалы, оны біз көрмейміз. Жаңағы домовой деп жүргендері, бұл тек қана біз жын деп айта аламыз. Бірақ біз жын мен шайтандарды қалай қашырамыз? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар, қандай бір үйде азан шақырылса, шайтан ол үйден жел берген күйде қашып кетеді дейді. Бақара сүресі оқылған үйде жын шайтан болмайды дейді. Бұның барлығын көп адамдар айтады, мен үйіме келіп Құран оқып бересіз ба? Үй бір түрлі болып жатыр дейді. Мәселе үйде емес, сол жерде өмір сүріп жатқан адамдарға байланысты. Егер сіздің үйіңізде шайтаннан ататын нәрселер көп жасалса, әрине ол жерде жаман нәрсе үймелейді. Ал егер азан шақырылса, Құран оқылса, болмаса білгенімізді оқып, зікірлерімізді айтып, мысалы дәретхананың өзіне Пайғамбар саллаллаху айтты ғой, я Аллахым, мен сенен мына лас нәрселерден қорған сұраймын деп кіруіміз керек қой дәретханаға. Сол секілді үйдің өзіне дұғамен кірсек, азан айтылса, Құран оқылса, үйде үлкен берекет болады. Сол үшін үйдің ешқандай қатысы жоқ, ол жерде өмір сүріп жатқан адамдарға байланысты. Ырым тыйымға айналып кеткен бір дүние бар да, түнде судың бетін, тамақтың бетін ашық қалдырма, жын кіреді деген секілді. Осы қаншалықты рас? Бұл хадис қой. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, жатқан кездерінде судың бетін жауып қойыңдар дейді. Енді бұл үлкен ғибрат бар бұда. Сонымен көп кісілерге айтамын, не үшін біз тамақтың бетін не үшін жауып кетеміз? Өйткені оны жын шайтандар аралап кетеді. Бірақ енді біз оның бетін аша аламыз ғой. Қараңызшы, шайтан мен жындар аша алмай деген да? Күші жоқ екен ондай. Сондай әлсіз жаратылыс, ана жабылған матаны көтере алмайды екен біз секілді. Мен көп кісілерге айтамын, сонда біз әлі келмейтін, бір шүберекті көтере алмайтын шайтанды тыңдап жүрміз ғой қазір. Ұрлық жасап жүрміз, арақ ішіп жүр көп адамдар, зина жасап жүр, құмар ойынға кіріп жүр. Өйткені Құранда айтады ғой шайтан, сендер мені жазғырмаңдар. Өйткені дейді, мен сендерге айттым, сендер істедіңдер ғой дейді. Шайтан тек қана бақыт көрсете салады. Сол секілді расымен де тамағымыздың бетін, судың бетін жауып жүру керек. Өйткені жын шайтандар аралап кету мүмкін. Өйткені оған қатысты хадис бар. Сол үшін бұл нәрсенің барлығын бізге Пайғамбар саллаллаху алейхи медицина тұрғысынан және де өзімізді қорғау тұрғысынан түсіндіріп кеткен. Емшілерге, тәуіптерге бару қаншалықты дұрыс? Олар жын шығара ала ма дейді? Жалпы емші деген кезде, егер ол емші жаңағындай аятпен, Құранның сүрелерімен, Пайғамбар саллаллаху алейхи өткен дұғалармен емдейтін болса,
болашақтан хабар бермей жаңағындай өзінің Аллах Тағала берген қабілетімен тек қана бізде мынандай түсінік бар. Не дәрмен емдейміз, не рухымызды Құранмен және пайғамбар саллаллаху алейхи үйреткен дұғалармен емдейміз, болды. Ал егер ол жаңағы тәуіптер болашақтан хабар беріп, сенде осындай болады, мынандай болады, жақсы болып кетеді деп болашақтан бір хабар берген болса, оған барған дұрыс емес. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан, кімде-кім сондай болашақтан хабар беретін тәуіптерге, балгерлерге баратын болса, 40 күндік намазы қабыл болмайды дейді. Қараңыз. Өйткені болашақты ғайыпты білетін Аллах қой. Ал егер адам баласы емші деген кезде қалай түсінеміз? Құранмен және де пайғамбар саллаллаху алейхи үйреткен дұғалармен емдейтін болса, онда ол дұрыс деген сөз. Шөптермен, дәру-дәрумендермен емдесе ол дұрыс деген сөз. Жын шығарушы адамды қалай танимыз? Бұл кісі жаңа сипатын айтып жатыр ма? Жын шығаратын адам өте тақуа болу керек. Өте ізгі болу керек. Тақуа жаннан болу керек. Иншалла, негізгі жаңағы сипаты сол. Кез келген адам жын шығарамайды. Өйткені ол кез келген адамның күш қолынан келмейді. Өйткені мынандай нәрсе бар. Бір адам айналысатын болса, сол нәрсемен, жын айналысумен айналысатын болса, сол жындар сол жынмен айналысатынның туыстарына, бала-шағасына тиіседі. Өзіне зиян келуі мүмкін. Өзіне де зиян келуі мүмкін. Өйткені мынандай нәрсе ғой, егер біз біреуге біреудің жаман ісін тоқтататын болса, ол бізді тоқтатамаса, отбасымызға зиян келтіреді ғой. Сол секілді жындарда, сондайда жындармен айналысатын адам өзінің қарамағындағы туысқандарын отбасын ескерту керек, дұрыстап алу керек. Соны өзі де мықты болу керек, имани жағынан, тақуалық жағынан. Осы орайда бір адамға бір ғана жын кіре ма, әлде отбасымен де кіріп кетеді? Өте көп жын кіруі мүмкін. Отбасымен де кіріп кетеді. Өйткені мұндай нәрселерді байқағанбыз, сөйлеген кезде жаңағы отбасымызбен кіріп кеттік деп сөйлеп жатады. Сол үшін бұл нәрсе рас. Бұл дәлелденген нәрсе, бұны біз өз құлағымызбен естігенбіз. Әжетханада сөйлеуге болмайды деп балаларға айтамыз. Мүлдем сөйлеуге болмай ма? Мысалы, жуындырып жатқанда сөйлейсің, отыр, тұр, бұрыл деген сияқты дейді. Болады. Бірақ жаңағындай адам баласы дәретханада діни мәселелерді айтпау керек. Болмаса жаңағындай бір пайғамбар саллаллаху бізге үйретті ғой. Жаңа дәретхана кіргенде жаңағы я Аллахым сенен нәжіс нәрселерден, лас нәрселердің жамандығынан қорған сұраймын деп, сосын шыққанда ғуфронак, я Раббым мені кешір деп шығу керек. Бірақ жаңағындай жуындырып жатқанда әрине былай тұр, осылай тұр деп айтуға болады, ол қатты әсер етпейді. Бірақ жаңағындай көп адамдар бар. Жаңағы ұлы сөздің ұяттығы жоқ, телефон шұқылап отырады, газет оқып отырады. Ол жындардың мекені ғой, туалет. Телефон сөйлеседі, не болмаса дем алатын жер емес қой деймін. Рас қой. Сол үшін жаңағындай өзінің атқаратын нәрсесін атқарып, бірден шығып кету керек. Өйткені дәретхана жындардың мекені болып саналады. Мына дем салу жайлы. Қыз бала дем сала ала ма? Кішкентай балаға қыз баласы дем сала ала ма? Екінші сұрағы, бейуақытта ұйықтағаннан жын кіреді деген рас па дейді. Бейуақытта ұйықтағаннан ба? Өйткені, енді бірінші сұраққа жауап берейін. Бір-бірімізге дем салсақ, бір-бірімізге руқия оқысақ, ол саналады. Оның күші болады иншалла. Өйткені біз оны шынайы жанашырлықпен, иманмен оқимыз ғой. Ал екінші сұрақ қалай еді? Екінші сұрақ бейуақытта ұйықтау. Бейуақытта ұйықтап. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан асыр намазынан кейін. Асыр намазы қазір бізде сағат қаншада? 6:20-ларда кіреді ғой. Екінді намазында ұйықтамаңдар деген. Тірі тұрсаңдар қуаныңдар деген да. Неге деген кезде асырдан кейін жын шайтандар алмасады екен уақытны, дайындалады екен түнге шығуға. Сол үшін айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, асыр намаздан кейін ұйықтамаңдар дейді. Байқайсыздар ма, көп адамдар айтады, мен асырдан кейін ұйықтаған кезде, екіндіден ұйықтаған кезде бір түрлі жаңағындай есімді жоғалтып алғандай, жаңағындай қарамамда адамдарға қарасам бір түрлі болып қалам, бір нәрсе айтып жатса түсінбеймін дейді. Бұл нәрсе жындардың алмасатын уақыты болған соң пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам одан тыйған. Пайғамбарымыз қай кезде ұйықтаған? 5-нен кейін ұйықтаған. 20 минут, 25 минут деген секілді. Бейуақытта ұйықтағаннан жын кіруі мүмкін. Абайлау керек, Өйткені пайғамбарымыз айтып отыр ғой, тірі тұрғанына қуансын деген. Сәлеметсіз бе, сізді тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Достар, мен жұмыста бірге істейтін бір жігіт бар еді. Сол өзінің жаңағы 15 жастағы кіші әйелге үйленіп кеткен ғой. Өзінің егір қызын тастап, әйелінің егір қызын тастап, сол әйелге үйленіп кеткен да. Соны енді көпшілік айтады, жаңағы дуа сауып алған, дуамен не қылып алған деп. Еркекті. Соны қайтаруға бола ма бізге?
Бұл жерде дуа туралы айтып жатыр, яғни Иә. қара магия деген. Бұның жындарға қатысы бар ма? Бар. Жындар екі түрлі жолмен кіреді. Жаңағыдай лас жерлерде жүрумен, қорқумен, шошумен, қатты қуанумен болса, екінші нәрсе дуалаумен. Білесіздер, иә? Еврей адам, яхуди, Абу Лабиб, пайғамбар саллаллаху дуалаған. Инеге жаңағыдай түйнектер жасап, кейін барып бір құдыққа көміп кетеді. Сол уақыттан бастап пайғамбар саллаллаху бір анандай бір басқаша күйге түсіп кетеді. Бір нәрсені дұрыс жаттай алмай қалады, бір нәрсені ұмытып кетеді деген секілді. Енді бұдан алатын ғибрат неде? Пайғамбар саллаллаху бұл Алланың сүйіктісі. Бірақ дуа қалай әсер етті дегенде бұл жерден алатын сабақ дуа әсер етеді деген нәрсе да. Көрдіңіз ба? Ана еврей алды инеге түйнектер жасады. Сосын Алла тағала осы жағдайдан кейін екі періште келеді, пайғамбар саллаллаху бұйырады. Бір риуаяттарда Жибрил алейхиссалам келеді. Кейін айтады, жаңағы түйнектелген ине сол жерде құдықта жатыр, содан барып алып шешіп таста дейді. Сол кезде Али радиаллаху анхуды жібереді пайғамбарымыз, ана инені алып келген кезде 11 түйнек қалай шешіледі? Фалақ пен насты оқу арқылы. Содан кейін Алла тағала Фалақ пен насты түсірген, 2 сүрені қоссаңыз 11 аят. Түйнектелген 11 түйін ғой. Сол үшін Фалақ сүресін, Фалақ пен насты оқитын болса, адам баласына көмектеседі екен дуадан. Енді бұл дуа деген нәрсе бар, анық бұл кісіні дуалап тастағаны. Өйткені отбасын тастап кету, басқа біреуге кетіп қалу бұл дуадан. Сол үшін бұл дуаны мықты кісілерге шештіру керек. Болмаса жаңағындай ата-анасы, болмаса намазхан туысқандары болған болса тоқтамай дұға қылып, болмаса сол кісімен кездесіп, руқия оқу керек та, дем салу керек жақсылап тұрып. Бізді көріп отырған көрермендер жыннан кәдімгідей қорқып қалуы да мүмкін да. Жалпы осы жынның кіруінен, жалпы жыннан қорқу дұрыс па? Қорқпау керек. Көп адамдар қазір мысалы бір кісі хабарласқан кезде қорқытым деді ғой. Қорқпау керек. Олар да кәдімгі бір жаратылыс. Біз Раббымыз Алладан ғана қорқамыз. Раббымыз Алладан ғана жәрдем тілейміз. Имани жағынан мықты болу керек. Мәселен, рас, адам баласы тірі адамнан қорқады ғой. Сол секілді бұлар да бізбен қосалқы өмір сүріп жатқан тіршілік болған соң одан кейбір адамдар қорқып жатады. Олар көрінбегенімен бұлардан қорқудың қажеті жоқ. Жаңағы Фалақ пен насты оқысын. Өйткені настың сүресінің соны қалай бітеді? Минал джиннати уан нас. Я Раббым, мені жындар мен адамдардан сақта деген аят. Мен сенен солардан пана сұраймын, қорған сұраймын деп, адам баласы сыртқа шығарды осыны әдетке айналдыру керек. Өйткені жаңағындай, я Аллахым саған тәуекел еттім, я Рахман, я Рахим, я мейірімді Алла сен маған қорған бола көр, көрамаушы жандардан және жындардан сақта деп өзі мықты болу керек. Бұлай имани тұрғыдан және де өзінің бұлай түсінік тұрғысынан мықты болу керек. Ол кәдімгі жаратылыс қой, не деп қорқамаудан деп мықты болу керек және де дұғаларды көп қайталау керек иншалла. Бойдағы иманды қалай күшейтуге болады? Намаз оқығым келеді, бірақ шайтан қатты алысады. Бұндай жағдайда не істесек болады дейді. Бұл кісіге айтатын нәрсем, мысалы біз бір білімді іздейтін кезде бір жерге бар аламыз ғой. Бұл кісіге айтатын мешітке барып, соны әдетке айналдырып уағыз тыңдау керек, көптеген уағыздар тыңдау керек. Және де мешітке барған кезде имамдармен ақылдасып, өзіне бір уақыт арнап алу керек та. Мысалы біз өзімізге керек нәрседе, мысалы денеміз шынықтыру үшін аптасына 3 рет барамыз бір жерге. Денеміз шынықтырамыз, рахаттандырамыз, бір қанағат аламыз. Сол секілді адамда тән бар, рух бар ғой. Ал жан азығын қайдан алады адам? Мешітке бар, имамдармен сөйлесіп, пікір алмасып, жаңағында көптеген сұрақтар бар халықтың. Сол имамдармен араласса, дос қылып алса, міне сол адам ертең жақсылыққа бастауы мүмкін. Ал адам өзі үйде, әрине адам баласы үйде өзі үйренетін болса, шайтан ол тайдыра береді. Бұны естімей қой деп сыбырлау мүмкін. Бұл адасып кетесің, мына нәрсені естімей қой деу мүмкін. Ал мешітке барған адам біреуден тыңдаған кезде басқаша әсер алады. Иманы күшеюі мүмкін. YouTube деген нәрсе біздің иманымызға біреуге әсер етуі мүмкін, білімді адамға. Бірақ айтатын нәрсе мешітке барып білім алу керек. Сонда ғана иншалла өзгеріс болады. Жалпы жын кіруден балаларымызды, отбасымызды қалай сақтаймыз? Сіз қалай сақтайсыз? Жалпы көрермендерге қандай кеңестер айтасыз? Балаға бұл өмірде ең керемет бұл көңіл бөлу. Балаға барынша көңіл бөліміз керек. Қазіргі мынау телефон, әлеуметтік желінің заманында балаға көңіл бөлу керек. Ұстаздарымыз айтады ғой, үйге келген кезде алдына балаң жүгіріп шығады. Су іздесең көңіл бөлің керек, оны ақмайды.
бар көңіліңді сол кезде бердің ба, бала махаббат сол кезде 10 минуттың ішінде алып алады. Болды, одан кейін 10 минут арғып кетіп қалады, саған қарамайды да балаң. Бірақ сол қарамай қойғанда бір кетіп барды, мен демаламын демеу керек та. Телефон бір нәрседен алып қою керек, балаға көңіл бөліп отыру керек. Бала ойламаған жерден жаман нәрселерді басып қалмау керек қой. Студиямызға келіп, осылай сұхбат бергендеріңізге, ақыл кеңестеріңізбен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болған бағдарлама деп есептейміз. Аман сау болыңыздар, келесі кездескенше.